Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі дақаға бөле мәлімат. Ялтада агро-экспо Крыма адлы 8-нчы аграр серга чалды. Қырым сәкенлері Улы Ватан жынқының ветераны Шевхия Абибулаеванен ведалаштылар. Ахмезжетнің су анбарында қадын суға батып вефат етті. Кезлев микрорайонына спортив игленже комплекс яраштырды. Жұмхурет ұсталарының ішлері Қырым севгілі деп адландырылған сергіде тақдим етілді. Ахмезжете сумен темінденіп сыңырлана жағы бұл сонбарлары яқшы толмағаны себебінден керек олған чаредар. Бұақта оператив қожалық топлашывында хабер етілді. Оны Қырым пайтақты мемориетінің елбасшысы Елена Проценко кечірді. Шерде вақытын жасой кесілігі планлаштырыла бұл шақсевечуқ квартиралы евлерге айт олажақ. Тәфсілатлы график шер мемориетінің сайтында нешір етілечек. Бұндан ғайры бүгін қазай қызметлер көчлю яғанықларға азыр ұғанны мұзакер еттілер. МБУ город полностью готов к встрече зимы, которой еще не было по сей день, к осадкам, которые выпадут. Реагенты в полном количестве у нас есть, техника готова. И если нужна будет помощь, значит, нам помогут и ресурсные организации помогут, и застройщики, договоренности есть, то есть опасений нет по этому поводу. Нам главное – осадки. Топлашуда имде Комсомольская қасабасына жасалғыр ятағының темізленуі меселесі де көтерілді. Бұның үшін мақсус бригада яратылажақ. Енді 100 миллион рубле айрылды. Өзен болярының абаданлаштырылуы ве ешіл осумлеклер сачылуы да планлаштырыла. Поставим урны вдоль набережной. Два этапа, которые завершены по реконструкции реки, не было предусмотрено ни в первый, ни во второй этап размещения урн и вообще уличной мебели. Но сейчас своими силами закупим урны, поставим, чтобы была альтернатива людям, куда выбрасывать мусор. Ялтада кечірілген агроэкспо Крым сергісінде сумен теменленув меселесі esas мевзу олды. Енді 8-нчы ел халқара интерактив мейданда дүниядаки аграр базарларының актуаль суалярны музыкере етелер. Бұндан ғайры Қырымда агросана истесалының илері юнелішлеріні белгілейлер. Бұтет бірден Султания Сетакаеваның левхасы. Уважаемые гости, мы с гордостью объявляем выставку открытой. Ялтада агроэкспо Крым адлы 8-нчы кере махсус тешкіл етілген сергі тантаналы суретте açıldı. Сами ловим, сами упаковываем, сами продаем. Bir meydanda агросанай комплексінің етекчі мутихассылары топланды. Олар тәжірибесінен пайлашалар ве ось басуатларыны тақдим етелер. Наши крымские сладости и конфеты. Қырым истисалчылары эко-десертлеріні тақдим еттілер. Олар 40-қа яқын чешетні көстерділер. Файдалы татылықлар шекерсіз, яғни мейва қошылу эсасында япыла. Мы стараемся использовать только наши крымские фрукты, овощи, лекарственные травы, орехи. То есть представляем нашу крымскую продукцию на рынке не только в Крыму, но и в России. Мерасим иштиракчилерінің аэродиқатыны юзум için махсус теремелер желп етті. Олар юзу тереги яқшы осмесіне ярдым ете, пытақ яқшы пыше ве юзум филислеріні күнеш бір дәрежеде қыздыра. Данной шпалерой можно поддержать формировку, поддержать куст, чтобы куст давал урожай, и также регулировка нагрузки на куст. Тут комплектующие с разных точек мира, есть и английские замки Gripple, есть и проволока с Люксембурга с содержанием цинка, алюминия, магния, есть и скобы. Түгерек маса этрafında Қырымның ең кескін меселелерінден бірі, яғни сумен теменленув меселесіні да музакере еттілер. Андрей Рюмшин Эмин көй хожалығы үшін су етішмемезлігі ғайет кескіндегіл. Бұл ел 500-ге яғын гектар ерге қыш бір түклі ашлықларыны сачтылар. У нас сегодня есть влага, запасы с каждым днем пополняются. Я думаю, что развитие кущения идет в норме, и мы не опаздываем сегодня в таком критическом моменте, мы не находимся. Думаю, за счет весенних осадков и солнца мы выйдем не ниже, боюсь сказать, до 25 центнеров с учетом тех подкормок, удобрений осенних.
Қырым мақсулаты тек ярымадамызда актуаль дегіл о умум Русия севиесіне көтеріле. Агро-экспо Крым сергісі февралін 7-сіне қадар девам етежек. Султан Истакаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Жанкодека суд заводыны эмек истесалы ве межгулетлікке қол тұтывынен бағлы милелей хамилге кечірілевіне қошылды. Бұл мөсесянын ішіне насыл тесір. Етежегі ақында мұхбірлеріміз тариф етем. Жанкой суд заводының хадимлері эмек истесалы ве межгулетке қол тұту фадлы милелей ханин таныш етелер. Можно вопрос? Біріншіден были суаль пейда олап. Бұл мөсесянын ішіне насыл тесір етежек аджиба. Эффективность, конкурентоспособность, то есть внедрение всего этого процесса позволяет за одно и то же время производить более качественное, большее количество продукции. Ну и, конечно же, возможность предприятию обучить свой персонал. И в дальнейшем в рамках реализации национального проекта рассматривается и финансовая поддержка для предприятий. То есть рассматривается возможность предоставлять льготные кредиты для предприятий, которые участвуют в этом процессе. Хадимлер артхач иш бежермеден насыл етіп емек истесалыны юкселтмек мүмкін. Бұл суальге жевабыны Қырымда чалышқан 6 мөсесінің хадимлері білелер. Оларда милилей хайынды бір елдан берлі амилге кечірілі. Жұмхуретіміздің шымалінде суд заводу біріншідір. 4 гектар мейданлықта 5 цехте иш қайнай, анда 800-ге яқын адам чалыша. Бұл заводның қабулханесі демек мүмкін. Бұл цех сүтнің қабул етеве ішлете мұндаки 5 цистерналарға 50-ден 300-ге тонны сүт сыға біле. Олар Русияда ішлеп чықарылды. Бір күнде 1000 литр сүт ішлеп чықарыла. Мисал үшін бүгін 25 000 литрден зияде ішленілді. Мұнда сепарация ве пастеризация жерянлары кечірілі. Это пастеризационная установка 25-тонная. Управление сенсором, она запрограммирована. Здесь на сенсорной панели и сепаратор, который мы сейчас видели там, и уровень молока, и температура молока входящего, и температура молока выходящего, охлажденного. Энде азырланған қарышма турбалардан мөсесінің цехлеріне барып ете. Бұл сүттен ясалған мақсулат цехы. Мұнда сүтке мая ве ферментлер қошылып, сметана ве кефир епыла. Я по 15 000 пакетов. Вот на этом ручье. Как заряжаем пленку, все настраиваем. И пасуем пакеты, он спаивает их, все отрезает. Настраиваем вес, дату, все делаем. Ишленілу ве төкелу қысымлары әркун 40 тоннаға же сүтіну кечірелер. Бұл сүт төккен аппарат шишелер яшаға қойылас. Сонра оларны бұралар ве қапаталар. Сонра әрбір шишенің ағырлығыны тешкермек мүмкін. Бір сат девамында ерлі аппарат 3000 шишені толдыра. Мөсесінің планларында истисал көлеміні да 30%-ға юкселтмектір. Бұл ал кележекте Русия базарларыны қаплап алмаға имкан бережек. София Шукурова, Эльмас Аблакимова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Қырым Девлет шырасындаки иқтисади саясет санаеве эмилдарлық инкишафы бойынша комитетінің туплашығында регионымыздың иқтисади инкишаф везірлігі кечкен сене япқанышының нәтижелеріні чықарды. Бойлеже 2019 сенесі ярмадамызда 180-ден зияде инвестицион аңлашма амелге кечірілді, оларының умуми фияты 150 миллиард рублейге яқын. Бұл ешкерлеріні 13 бенден зиядеге же арттырмаға имкан берді. Федераль мақсадлы программаның 50-ден зияде объекті құрылып бетті. Идаре бұл сене банк ставкасыны эксельтіп кредит беру жеряныны сәделештірмеге ниет ете. Республика Крым на сегодняшний момент 55% это бюджетные инвестиции, 45% это частные инвестиции. И задача стоит о том, чтобы объем частных инвестиций все-таки увеличивать. Қырымбе ақияр мұсылманлары діни діресі Ақруси Жұмхуретінің мұсылман діни бірлешмесінен ішбірлік ақында аңлашма имзалады. Весиқаға бенайын тежрибейлі пайлашув бірлікте діни мерасемлер кечірілігі, діни мариве ilmi лекциялар оқылығы, кетаплар нешір етілігі амелге кечірілежек. Бұл ақта екі тараф Минск шерінде тугерек маса әтрафында аңлаштылар. Бұл фарқлы ақымларға қаршы бір ішбірлік элал сертификация бойынша işbirlik albaracağımız bizim onlardan öğreneceklerimiz var, onların bizden öğrenecekleri var ve ondan gayrı da başka böyle cami kurmak mesela sahasında da biz işbirlik acılık meselesinde işbirlik yapmaya düşünüyoruz.
Айдар Исмаилов Ақ-Русия мұсылманларының Минск шеріндегі Джума жәмінің 420 елығынен ве Ақ-Русия мұсылманлары діни дәресінің 25 елығынен хайрлады. Емде қайдаты келарны Қырым татарларынан емде рухи яқынлық, емде тарих бірлештірем. Тарихи bağlarımız var çünkü Kırım Müslümanları muftiyatı eskiden Ақ-Rusiya, Polonya ve Litva muftiyatı olarak adlandırılaydı ve o yerinin camileri, imamları hepsi bizim dini idaremizge bakaydı. Noman Çelebici Han da malum hem Kırım hem de o yerlerinin de muftisi olarak saylanğan idi. O yerdeki Müslümanlar aman aman 600 yıl evvelsi Kırım topraklarından anda koçup gitken. Кезлевнан Спутник 1 микрорайонында спортив әгленже мейдан açıldı. Bu yerде тренажерлар бөлігі ve бала мейданы бар. Bizim мұхберлеріміз де абаданлаштырылған ерге қимет кескенлерден олдылар. Спутник 1 микрорайоны да құрылмақта. Амамында енді бинден зияде адам яшай. Мескен ноқтанын абаданлаштырылығы спортив әгленже мейдан açылуындан башланды. Бүгін бұл ерде мутихасы спортчы балалар үшін мастер-класс кечире. Смотрите, как переворачиваться. Беретесь, поднимаете ножки. Повисели. Спортчы істегенлерге ер шейіні анлата. Ер бір тренажерда насыл çalışmaq мүмкін. Поднимаемся назад. Угол держим. Спортив секцияға тренажерлар, брусья ве турниклер ерлештірілді. Оларыны микрорайон абаданлаштырылу бойынша шер конкурсында екінші ер қазанғаны үшін бағышладылар. У нас весь спутник участвовал, весь наш джемат, все наши мужчины, дети и женщины. Яны комплекске бала мейданчығы да кере. Анда чешит салынacaklar ве лабиринтлер бар. К снарядам никаких претензий. Качество идеальное. Вот мы сегодня еще ребятам пригласили тренера по гимнастике. Бала мейданчығыны евлер янлары вязбар территорияларны абаданлаштырылу программасы бойынша ерлештірділер. Мы достаточно на сегодняшний день сделали в микрорайоне такой центр притяжения наших деток. Этот этап благоустройства начали сами жители. Благодаря таким вот мероприятиям люди начинают верить в то, что можно что-то решать и добиваться. Шер мемориетінде қайдаттылер ки. Яқын 5 жыл девамында Кезлевнің дигер қасабаларында да абаданлаштырылу девам еттерележек. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Ахьярдар бейті барнен Шевқи ханым Абибулаеванен ведалаштылар. Қадын ұлы ватан женкінің ветераны Ахьярнын Эфсанви қоручысы еді. Қараман шерінің екінші мұдафасында штырак еткен Шевқи ханым женг башлаганда 16 яшлы қыз еді. О заман оны үшінші Денис полкын алдылар. Женгіде варынде 5 яраланған аскерні омызларына қойып ұрыш мейданындан чықарды. Оз отряды немселерден құртарды, фашистлер танкыны яқты ве бұнын үшін затвагу деген медальны қазанды. Шевқи ханымның башындан әсірлік ве қанунсыз сұргынлік кечті, ама бұл дешетлі вақаларға бақмадан қадын Қырымға қайтып олды. Шевқи Абибулаева 96 яшында еді. Аллах рахмет илесін. Қырымның археологлары балықлавадаки қолерінің боранде орта асырларға айт олған Женева сіляханиясына таптылар. Оның ішінде гарнизон аскерлерінің беңлер же бронь қысымлары, Женеваз ве Османлылар девірлерінің силялары. Тапылма ақында Хирсаны Ставрический қоруқ музейінің матбуат қызметі қабератты қоляде емде демірден ясалған топлар тапылды. Археологлар қайдеткенлері көбі о вақытлары оларны артиллерия силяларынан бұрынжа тувлар үшін қоланайдылар. Суға батқан арабада қадын әлі қолды. Мезжетекі суан барына араба тайып тұшты. Бұл бүгін саба саат учте ұлған вақы. Машинаның ішінде 2 адам ұтырайды. Олардан тек бірысы айдавжы еркіші саққалды. Қаза үзберген ерге Крымспас отряды ве ішкі ішлер везірлігінің қадимлері етіп келділер. Мутихасыслар ялы кенарны ве суан барының тұбыны тешкерділер. Енді саба саат онларда далыжылар ярдымынен араба тапылды. Бұл делел бойынша тетқиқат кечірілі. Гагарина соқағында көпір мартының сонында чылайжақ бұақта Ахмезет шер мемориетінде қабиратталар. Тамират қысмында қошма оларақ да 8 тереме деніштірілежек. Умумен 28 тереме олajaq. Құруджилық мальземелеріні завод 2 авто ішінде азырлайжақ. Бұнен бірге объектінің тапшырылув мұддеті бұрасы деніші біле. На сегодняшний момент проведен демонтаж старых балок мостового сооружения. Выполняются работы по усилению опорной части мостового сооружения, после чего подрядчик перейдет к монтажу после набора прочности бетона.
Едіқойы районында мобиль тіби комплекс тақдим етілді. Оны 28 миллион рублейге сатын алдылар. О кереклі тертибатларнен донаттылды. Бұл земаневе техника ярдыманен тешкеровны толысынен кечмек мүмкін олажақ. Тәфсілатлы малюмат невбетте келіп хамызда. Көпчеклері олған көйінжі госпитальяны мобиль тиби комплексны бүгін Едіқойы қасабасында тақдим еттілер. Экибокс өзара бағлы içinde ақиқи тиби кабинетлер. Ершей бір-біріне яқын бұ екімнің ері бұ есе хастанын. Бір қач сантиметр ұзақлықта ерлі флюорограф аппараты. Бір күнде 100-ге жа адамның тешкереви бойлы етіп қызмет ете. Көчүжі хастаханияны федераль мақсадлы программа бойынша сатын алдылар. Оның фияты 28 миллион рублей. Население может получать медицинскую помощь, не выезжая из дома. Да? Ну, вот в этом и основное преимущество. По диспансеризации, к примеру, да, мы обязаны обслужить население в количестве до 300 человек, да, то мы максимально будем по графику их обслуживать. Ну, до 100-150 человек в день такая возможность появится. Бойле мисал үшін маммограф кыбазиманеви техниканен Едіқойы район хастаханесінің екімлері чалышажақ. Едіқойы Жұмхуриятымыздың ең чоқ адам яшаған районларından бірідір. Ерді әлі бойле янылықның бойы қуанчын қаршыладылар. Это просто замечательно, я считаю. Нужно ли это людям сейчас? Обязательно нужно, да. Особенно вот людям, которые в годах, пожилого возраста, конечно, нужно. Bütün aparatları var içinde. Особенно hart adamlara pek güzel. O için köylere, mektepleri, bütün yerlere varıp обслуживать edeceklerin hartları, yaşları değil mi? Көпчеклер үстіндегі амбулатория бірінші сеферлері март айында елға шығажақ. Район хастаханен реберлері енді график тізіп башлады. Эльмаса Блакимова, Арсен Фукала, Миллет Ичун. Қырым севгі еле Ахмеджете чылғаны милисуслы санат сергіге бөле серлева берілді. Чешы техник усуларнен ясалған серлер тақдим етілді. Керамика ел тұқыжылығы вен ағыш сынавчыларының еллерінен ясалған шелер экспозицияны яраштырды. Лейханын кураторы белі Қырым татар ясамы этнограф Маму Чырлу. Экспонатларға бізім мұхберлеріміз де қимет кестілер. Фатиме Казакова буюк мирахнен декоратив табақны огрене оның муэлифы Қырым татар ресамы Мамут Чурлу. Санатны севген яш хыз айтқанына көре, о Мамут ағамызның ижадыны бір қаш елдан берлі көзете. Я хожу примерно 2 раза в месяц на выставке. Мне очень понравилось декоративное панно «Белая лошадь», потому что я люблю лошадей. 30-дан зейде устақ мечіттеки сергеде өз есерлеріні тақдим етті. Экспозицияда керамика, ел тоқыжылығы вен нағыш эснавчыларының әллерінен ясалған шейлер. Бұндан ғайры мұнда графика есерлеріні жам ве ағач үстіндеки өрнеклеріні көрмек мүмкін. Делались эти экспонаты в разные времена, в разные годы. Мы собрали такую сборную выставку, потому что в этом помещении, в этом замечательном выставочном зале мы такую выставку делаем впервые. И публика здесь ходит несколько другая. Қырым севгі или адлы сергі бұл крымский стиль адлы лейханын қысмыдыр. О чешіт йөнлешлерде чалышхан ресамларны бірлештірді. Оларның миллеті ве яшы да фарқлы. Лейханын кураторы белі Қырым татар санатшынасы Мамут Чурлу ресам хайдеткеніне көре 15 жылық іші девамында бұл оның 13-ші сергісідір. Мне удалось открыть неизвестный ранее вид народного творчества, это ткачество килимов, как раз в Ферганской долине. Вот таракташские попали в село Палванташ Андижанской области, они ткали там килимы. Я его обнаружил, собрал материал, зафотографировал, систематизировал. Потом уже в Крыму здесь это пригодилось, когда мы восстанавливали килимное ткачество в 96 году. Буйсе чөлмекчі ресам Эльдар Гусеновна нәсерлері оның тәжірибесінде 10 елдан зәде заметлі иш. Бүгін ұстаның сымырашлары чоқ. Оларны бірқаш ел әвелден сеслендірелер. Бір сатывну яратмақ үшін оның бір автоқадар вақыты кете. Эта керамика, она выполнена в разных стилевых направлениях. Выполнена на гончарном круге. Это техника лощения и гравировка. Это авторский орнамент, авторский стиль гравировки. Это в технике просто ангабирования. Это под старину. Такие вот сосуды изготавливали в старину с применением 2 различных цветов
Вот, то есть можно темное на светлом или светлое на темном. Вот, кроме этого, я представил на сегодняшней выставке декоративные панно, которые выполнены в технике нанесения по холсту акриловой краской. Эльдар Гусенов тариф эткені кібі бойынды земаневи өрнеклердір. Бөлі ресімлерден F квартираларының ичіні яраштырмақ мүмкін. Панно кені шодаларда яқшы көрінмесі үшін ресам өрнек композицияларының бұйыклештіре. Вот это древнейший знак, ему 20-30 тысяч лет. Ustalarının işlerine Devlet Milletleri Komitetinin reisi de kıymet kesti. O kaydetkenine göre onların her biri öz cesine özgün ve kıymetlidir. Onlardan birisini ise memur öz evine satın aldı. Кроме всех остальных вопросов защиты своего дома, я думаю, вот на таком уровне, на искусственном, или, можно говорить, с применением искусства, человеческой выдумки, защищать свой дом благодаря вот этим символам, это тоже имеет определенное значение. Я хочу пожелать Мамутага Чорлу крепкого здоровья. То, что вот они этим занимаются уже почти на протяжении 15 лет, более 30 выставок проведенных во всех уголках Крыма, России и даже за его пределами, это очень нужная для людей работа. Leyha iştirakçilerinin icadı bugün hem de turistik bazarlarında büyük merak doğura. Misal için böyle şey hatıra bakşışı ya da Kırım'ı tanıtkan ve andırgan şey olabilir. Böyle şeylerini hem de restoran ve kahvehanelerinin dizaynı için kullanırlar. Unikal eserlerini görmek için Franco adına kitaphanege davetlisiniz. Sergi fevralinin sonuna çalışacak. Safiye Şukurova, Sevilya Memetova, Maksim Turchev, Millet için. Шымдықы да қаға бойып, сақаберлер келечек айнымызны 21.5-та қачырманыз қайырлы ақшамлар.